Егерде сіз қарапайым Майнкрафттан жалыққан болсаңыз, немесе ол сізге қиын болып көрінетін болса, бүгінгі видеода мен сіздерге Майнкрафтқа арналған чит кодтарды көрсететін боламын. Және де бұл кодтар арқылы сіз өз Майнкрафтыңызды бірнеше есе жеңілдете аласыз. Ал біздің топтағы ең бірінші чит код сізге лавада оп-оңай жүзе беретін мүмкіндік береді. Оны іске қосу үшін Майнкрафттың чатына мына нәрселерді жазуыңыз керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл кодты жазғаннан кейін мен оп-оңай лаваның ішінде жүрмін. Менің ойымша бұл код сізге тозақта жүргенде өте қатты көмектеседі. Ал біздің топтағы екінші код сізге кез келген блокты өте тез қазып алуға көмектеседі. Ал оны қосу үшін чатқа былай деп жазасыз. Ал енді сіз тіпті обсидианның өзін көзді ашып жұмғанша қаза аласыз. Ең бастысы кирканы ұмытып кетпесеңіз болды. Ал келесі код арқылы сіз Майнкрафттағы кез келген блокты кез келген мөлшерде ала аласыз. Оны іске қосу үшін мыналарды жазыңыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай дәл қазір менде 1000 обсидиан блогы бар. Сенбесеңіздер санап көрсеңіздер болады. Бірақ сіздер бұл читті жазған кезде обсидиан сөзінің орнына өзіңізге керекті блоктың атын қойыңыз. Ал келесі кодты жазу арқылы сіз Майнкрафттағы кез келген данышты бірнеше секундтың ішінде тауып ала аласыз. Бұл кодты жазып болғаннан кейін сізге данышдың координаталарын мына жерде көрсетіп тұрады. Ал енді осы кодты білгеннен кейін сіз драконның порталын оп-оңай таба аласыз. Ал келесі код сіздің қылышыңызды, киркаңызды немесе сауытыңызды оп-оңай сиқырлап береді. Ол үшін әрине мына сөздерді жазасыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай енді менде сиқырлы қылыш бар, және де сіздерде өздеріңіздің кез келген заттарыңызды осылай сиқырлай аласыз. Ал келесі кодты жазғаннан кейін сіздің алдыңызда кез келген моб пайда бола алады. Бірақ тым мықты мобтарды шақырған кезде абай болыңыз, олар сіздің әлеміңізді бұзып тастауы мүмкін. Ал осымен бүгінгі видео соңына келіп жетті. Видео ұнаған болса арна қатар келіп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Эйни. В общем, давайте.